Асқабақ тұқымының денсаулыққа қандай пайдасы бар? Қандай аурулардан көмектеседі? Оларды қалай тұтынуға болады? Және тұқымдар кімге зиян тигізуі мүмкін? Осы сұрақтардың барлығына жауап білгіңіз келсе, бейнені соңына дейін қараңыз. Біз сізге асқабақ тұқымдарының емдік рецепттері және қарсы көрсеткіштері туралы көптеген қызықты нәрселерді айтатын боламыз. Асқабақ тұқымының емдік күші ежелден бері белгілі. Ресми медицинада көптеген дәрігерлер мен диетологтар оларды диетаға енгізуді ұсынады. Асқабақ тұқымдары дәрумендер мен минералдарға бай. Олардың құрамында кальций, селен, мырыш, магний, мыс, калий, темір, марганец және фосфор сияқты минералдар А, Б, С, К, Д, Е дәрумендері бар. Барлығы асқабақ тұқымында 12 алмастыруға келмейтін және 8 алмастыруға болатын маңызды амин қышқылдары бар. Осылайша 100 грамм өнімде жоғарыда аталған дәрумендер мен минералдардың мөлшері күнделікті қажеттілікті 150% қанағаттандыра алады. Ал марганец мөлшері күнделікті нормадан 2 есе асады. Алайда ересек адамдар үшін күнделікті норма шамамен 100 грамм. Ал өнімді одан артық тұтынған жағдайда кері әсерлері пайда болуы мүмкін. Асқабақ тұқымының пайдалы қасиеттері. Асқабақ тұқымында L-аргинин деп аталатын амин қышқылы бар. Мырышпен жұптастырылған кезде ол тестостерон синтезіне қатысады. Простата безінің жұмысын қалыпқа келтіреді. Жүрек қан тамырлары денсаулығын жақсартады. Бұл ерлер мен әйелдердің жыныстық қызметіне оң әсер етеді. Сонымен қатар ересектер мен балалардың иммунитетін күшейтеді. Ол омега-3 май қышқылдарына бай. Олар жүрек денсаулығы мен қан қысымын реттеу, иммундық жүйені нығайту, артрит кезінде қабынумен күресу үшін өте маңызды. Асқабақ тұқымдары гельминттер мен аз қорыту бұзылыстарының көптеген түрлеріне қарсы тиімді құрал ретінде әрекет етеді. Тұқымның құрамында гельминттерге паралитикалық әсер ететін кукурбитин заты бар. Олардың антипаразиттік қасиеті ежелгі уақыттан белгілі болған. Сондай-ақ тұқымдар теңіз ауруы мен қозғалыс ауруы кезінде және токсикоз кезінде жүрек айнуын жеңілдету үшін қолданылады. Бұл бастапқы кезеңдерде жүкті әйелдердің жағдайын жеңілдетеді. Мырыштың жоғары концентрациясы өңеш қатерлі ісігін алдын алуға көмектеседі. Мырыш рак клеткаларына кері әсер етеді. Марганец жүйке жүйесінің маңызды құрамдас бөлігі болып табылады. Ол жасушалар арасындағы жүйке импульсінің берілуін және олардың бөлінуі мен өсуін қамтамасыз етеді. Басқа дәрумендермен бірге марганец зақымданудан кейін жасушалардың қалпына келуін қамтамасыз етеді. Ал құрамындағы кальций мен фосфор сүйек тіндері мен тіс эмалына таптырмас элементтер болып табылады. Бұл остеопороздың дамуына жол бермейді. Сондай-ақ асқабақтың кез келген компоненті көкөністің өзі, оның тұқымдары немесе шырыны қант диабетімен ауыратын науқастарға өте пайдалы. Бұл гликемиялық индексі өте төмен өнім. Сонымен қатар инсулинді дұрыс шығару және қандағы қантты бақылау үшін өте қажет. Асқабақ тұқымының емдік рецепттері. Үйде емдік мақсатта асқабақ тұқымын тек шикі түрінде қолдану керек. Онда сіз бүкіл Менделеев кестесіндегі пайдалы заттарды таба аласыз. Бірінші, асқазан ішек жолдарының аурулар кезінде. Өнім бауыр ауруы, гастрит пен панкреатиттің ауырсыну синдромын азайтады. Кебулер мен іш қатуға көмектеседі. Ол үшін 10 грамм асқабақ тұқымын, зверобой, чистотел, череда шөптермен жолжелкен жапырақтарын алыңыз және 200 мл су құйыңыз. Асқабақ тұқымын аршып ұсақтап тураңыз. Содан кейін ұсақталған зверобой, чистотел, череда шөптермен жолжелкен жапырақтарын араластырыңыз. Алынған қоспаны қайнаған суға қосыңыз. Бөлме температурасында 20 минут ұстаңыз. Содан кейін сүзгіден өткізіп, күніне 3-4 рет 10 мл-ден ішіп отырыңыз. Ал іш қатудан құтылу үшін 1 стакан қайнаған суға 1 шай қасық асқабақ тұқымын қосып, оны жарты сағатқа қалдырыңыз. Сонымен қатар қосымша ретінде үнемі 20 асқабақ тұқымын таза күйінде жеп отыруға болады. Екінші, геморройдан. Бай диеталық талшықтардың арқасында өнім ішек қозғалысын жақсартады. Ол үшін шикі тұқымдарды ұнтақтау керек. 5 шай қасық ұнтақталған тұқымға 1 шай қасық табиғи бал қосыңыз. Алынған массаны тамақтанар алдында күніне 3 рет тұтынуға болады. Бұл асқазан ішек жолдарының қабынуын жеңілдетуге ғана емес, сонымен қатар ішектің моторикасын жақсы қалпына келтіреді және ішті үнемі босатып отырады. Осылайша геморройдың алдын алады. Үшінші,
атеросклерозды емдеу үшін тұқымдар мен шөптер. 10 граммнан асқабақ тұқымын, таңғурай, бадан, брусника жапырақтарын, душица шөптерін және 200 мл суды алу керек. Асқабақ тұқымын тазартып ұсақтаңыз. Оған алдын ала кептірілген және ұнтақталған таңғурай, бадан, брусника және душица шөптерін қосыңыз. Қоспаны қайнаған суға құйып 15-20 минут ұстаңыз. Содан кейін сүзіңіз. Тұнбаны күніне 3 рет 100 мл-ден ішіп отырыңыз. 4. Паразиттерден. Денеден ленталы және дөңгелек құрттарды алып тастау үшін келесі өнім дайындалады. 300 грамм жаңа тазартылған тұқымдарды ұнтақтағышта ұнтақтау керек. Жалпы массаға 3 ас қасық бал қосыңыз. Араластырыңыз. 1 сағат ішінде бұл қоспаны аш қарынға жеу керек. 3,5 сағаттан кейін сіз іш жүргізетін шөптен жасалған отвар ішуіңіз керек. Кейін 20 минуттан кейін клизма қою керек. Ал 12 жасқа дейінгі балаларға тұқымның азырақ мөлшерін пайдалану керек. 5. Зәр шығару жолдарын емдеу үшін. Зәр шығарудың қиындауы, бүйрек ауруы, зәр шығару жолындағы қабыну процестері кезінде асқабақ тұқымы қолданылады. Жалпы күніне 2 рет 1 ас қасықтан жеп отырыңыз. Емдік әсер ету үшін оларды қара сора тұқымымен бірге қабылдау пайдалы. Барлығын 100 граммнан алыңыз. Асқабақ, зығыр және қара сора тұқымдары, қарақат жапырақтары, ақжелкен гүлдері, липа және зверобой шөптерін бірдей мөлшерде қосыңыз. Жинаққа 50 грамм түймедақ қосылады. Әрі қарай 4 ас қасық мұқият араластырылған қоспаны бос ыдысқа қосып, жарты литр қайнаған су құйыңыз. Өнімді жылы жерде 2 сағатқа қалдырыңыз. Дайын тұнбаны күн ішінде 4 дозада қабылдаңыз. 6. Ерлердің жүйке және жыныстық жүйесі үшін. Олар ер адамның гормоналды күйін қалыпқа келтіреді. Сонымен қатар бұл табиғи афродизиак. 500 грамм тазартылмаған тұқым мен 200 грамм бал алыңыз. Тұқымдарды блендерде ұсақтап, содан кейін бал қосу керек. Алынған қоспаны салқындатыңыз. Содан кейін одан шарлар жасаңыз. Оларды күн сайын шаймен бірге 1 ай бойы жеңіз. Бұл пайдалы десерт ерлердің жүйке және жыныстық жүйесін қалыпқа келтіреді. 7. Жөтел, бронхит және пневмонияға арналған тұнбалар. 5 грамм өгей ананың жапырақтары және 200 мл су алыңыз. Асқабақтың ұсақталған тұқымын өгей ананың құрғақ және ұнтақталған жапырақтармен біріктіріңіз. Барлығына қайнаған су құйыңыз. Қақпақтың астына 15 минутқа қойыңыз. Содан кейін ағызыңыз. Тұнбаны күніне 3 рет 10 мл-ден ішіп отырыңыз. 8. Простатитке арналған бал, асқабақ пастасы. 400 грамм сұйық бал мен 500 грамм тазартылған асқабақ тұқымын алыңыз. Тұқымдарды ұнтақтағышта ұнтақтау керек. Бал мен туралған асқабақ тұқымын жақсылап араластырыңыз. Дайын қоспаны тамақтанар алдында күніне 2 рет 1 шай қасықтан ішіп отырыңыз. Өнімді тоңазытқышта сақтау керек. Емдеу курсы жылына 2 рет. Бір курстың ұзақтығы 20 күн. 9. Беттегі пигментациядан. 1 ас қасық шикі тұқым алыңыз. Ұсақтаңыз. Бірдей мөлшерде су қосыңыз. Араластырыңыз және дайын сүтке 1 ас қасық бал қосыңыз. Алынған массаны бетке жағыңыз. Масканы кем дегенде 20 минут ұстаңыз. Содан кейін салқын сумен шайыңыз. Процедуралар қажетті нәтижеге жеткенше дейін күнделікті жүзеге асырылады. 10. Простатит немесе простата аденомасы үшін. Бұдан емдеу үшін грек жаңғағы жиі қолданылады. Заттар қан айналымын жақсартады, ерлердің төзімділігін арттырады, қабыну немесе простата ісігі қаупін азайтады. Рецепт: грек жаңғағын, асқабақ тұқымын ұнтақтаңыз. Балмен тең мөлшерде араластырыңыз. Қоспаны 1 шай қасықтан тамақтанудан 1 сағат бұрын 3 рет қабылдау ұсынылады. Курстың ұзақтығы 1 айдан аспау керек. 11. Тамырларды тазартуға арналған сарымсақ қосылған асқабақ тұқымы. Бұл рецепт өте тиімді. Бір жағынан паразиттерден арылтады, ал екінші жағынан тамырларды тазартады. Рецепті дайындау үшін жасыл қабығы бар 200 грамм тұқым алыңыз және құрғақ табада қуырыңыз. Содан кейін тұқымдарды ұнтақтағышта ұнтақтап, орташа мөлшердегі 6 түйір сарымсақ қосыңыз. Содан кейін қоспаға 2 ас қасық бал қосылады. Алынған қоспаны 12 сағатқа қалдырыңыз. Күніне 2 рет 2 ас қасықтан ішіп отырыңыз. Емдеуді 4 күн бойы жалғастыру керек. Қарсы көрсеткіштері:
Табиғи ингредиенттердің қоспасы әрқашан денеге пайдалы. Алайда асқабақ тұқымдары компоненттерге аллергиялық реакциясы бар адамдарға ұсынылмайды. Жедел түрдегі асқазан ішек жолдарының аурулары, жаралар, колит, гастрит, асқазан қышқылының жоғарылауы, жүкті әйелдер мен 3 жасқа дейінгі балалар сақтықпен тұтыну керек. Есіңізде болсын, асқабақ тұқымының ұсынылатын мөлшері 100 грамм өнімнен аспау керек. Өйткені диетадағы артық мөлшер буындардағы тұздардың жиналуына және асқазан ішек жолдары ауруларының өршуіне әкеледі. Асқабақ тұқымы құнды және дәмді өнім. Олардың пайдасы сөзсіз. Олар жалпы аурулардан ғана емес, саяхатта теңіз ауруынан да құтқарады. Ал жүкті әйелдерге токсикозды оңай жеңуге көмектеседі. Олардың адам ағзасынан ауыр металдарды шығарудың жоғары қабілеті дәлелденді. Осылайша асқабақ тұқымдары шынымен табиғаттың сыйы деп сенімді түрде айтуға болады. Құрметті көрермендер, осымен бүгінгі шығарылым аяқталды. Роликті соңына дейін көргендерге, сондай-ақ арнамызға тіркелгендерге ерекше алғыс білдіреміз. Бұл бейнені достарыңызбен және жақындарыңызбен бөлісіңіздер. Әрқашан ең пайдалы нәрселерден хабардар болу үшін арнамыздан алыстамаңыздар. Келесі кездескенше аман, сау болыңыздар.